Іш қатудан қалай құтылуға болады? Егер дәретке бірнеше күн бара алмай, ішіңіз кеуіп, ауырлап, дәрет кезінде қатты қиналатын болсаңыз, бұл жай ғана ыңғайсыздық емес. Көп адам мұндай кезде бірден іш жүргізетін дәрі іздейді. Бірақ кей жағдайда мәселені күнделікті әдеттерді өзгерту арқылы жеңілдетуге болады. Бүгін іш қатуды азайтуға көмектесетін 7 қарапайым әдісті айтамыз. Арнаға жазылып, видеоны соңына дейін көріңіз. Бірінші әдіс – суды жеткілікті ішіңіз. Іш қатудың жиі кездесетін себептерінің бірі сұйықтықтың жеткіліксіз болуы. Адам аз сұйықтық ішсе, нәжіс құрғап, қатайып, ішектен өтуі қиындауы мүмкін. Сондықтан күні бойы суды бірден көп ішіп тастамай, біртіндеп ішіп отырған дұрыс. Бірақ іш қатса болды, міндетті түрде күніне 3-4 литр су ішу керек деген түсінік дұрыс емес. Сұйықтық қажеттілігі адамға байланысты. Екінші әдіс – талшықты көбейтіңіз. Ішектің жақсы жұмыс істеуі үшін тағамдағы талшық маңызды. Талшықты мына тағамдардан алуға болады: көкөністер, жемістер, сұлы, қарақұмық, бұршақ, тұқымдастар, тұтас дәнді өнімдер. Талшық нәжістің көлемін арттырып, оны жұмсақ етуге көмектеседі. Бірақ бір күнде талшықты күрт көбейтпеңіз. Біртіндеп көбейткен дұрыс, әйтпесе іш кебуі мүмкін. Үшінші әдіс – дәретке барғыңыз келсе, ұстап жүрмеңіз. Кей адамдар жұмыста, жолда, немесе басқа жерде жүргенде дәретке барғысы келсе де ұстап жүреді. Бұл әдетті тұрақты қайталай беру ішек қозғалысының қалыпты тәртібіне кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан ағзаңыз белгі берген кезде мүмкіндігінше дәретке уақытында барған дұрыс. Төртінші әдіс – таңертең дәретке баруға уақыт бөліңіз. Бұл өте қарапайым нәрсе, бірақ көп адам мән бермейді. Тамақтан кейін ішектің табиғи қозғалысы күшейеді. Сондықтан тамақтан кейін асықпай дәретханаға баруға уақыт бөліп көруге болады. Мысалы, таңғы астан кейін 15-45 минут аралығында дәретке отыруға әдет қалыптастыру кей адамдарға көмектеседі. Ең маңыздысы – қатты күшеніп отырмау. Бесінші әдет – көбірек қимылдаңыз. Күні бойы отыру да ішектің қозғалысына әсер етуі мүмкін. Күнделікті жаяу жүру, жеңіл жаттығу, баспалдақпен көтерілу сияқты қарапайым қозғалыстардың өзі пайдалы. Тұрақты физикалық белсенділік ішектегі нәжістің қозғалуына көмектеседі. Сондықтан күні бойы отырып жұмыс істесеңіз, арасында тұрып, жүріп тұруды әдетке айналдырыңыз. Алтыншы, тамақтың құрамына назар аударыңыз. Егер күнделікті тамақтың басым бөлігі ақ нан, тәтті тоқаш, фастфуд, өңделген тағамдар және талшығы аз өнімдерден тұрса, іш қату жиілеуі мүмкін. Ал көкөніс, жеміс, бұршақ, сұлы, қарақұмық сияқты тағамдарды көбейту ішекке пайдалырақ. Мысалы, таңғы асқа сұлы ботқасы, жеміс, түскі асқа көкөніс, қарақұмық, ал түске басарға жеміс немесе кептірілген қара өрік қосуға болады. Қара өрік те іш қатуға көмектеседі. Оның құрамында талшық бар және ішекке сұйықтық тартуға ықпал ететін табиғи қосылыстары болады. Жетінші, іш жүргізетін дәріге бірден үйреніп кетпеңіз. Іш қатқанда кей адам күн сайын іш жүргізетін дәрі қолдана бастайды. Бірақ мұндай дәрілердің бәрін ұзақ уақыт өз бетіңізше қолдануға болмайды. Кейбір іш жүргізетін дәрілерді шамадан тыс пайдалану жағымсыз әсерлерге әкеледі. Сондықтан іш қату үнемі қайталана берсе, тек дәрімен баса бермей, оның себебін анықтау маңызды. Ең маңыздысы, іш қатуды азайту үшін бір ғана сиқырлы әдіс іздеудің қажеті жоқ. Көбіне бірнеше қарапайым әдетті бірге қалыптастыру маңызды. Су жеткілікті болу, талшықты тағам көбею, қозғалыс болу керек және дәретке барғыңыз келгенде ұстамаңыз, дәретке асықпай отыруға уақыт бөліңіз. Бірақ іш қату ұзақ уақытқа созылса, немесе бұрын болмаған іш қату кенеттен пайда болса, себебін дәрігермен анықтаған дұрыс. Ал нәжісте қан байқалса, іш қатумен бірге қатты іш ауырса, себепсіз салмақ жоғалса, немесе жағдай айқын нашарласа, дәрігерге қаралуды кейінге қалдырмаңыз. Ал енді ми мен ішектің байланысына тоқталайық. Көп адам ішекті тек тамақты қорытатын ағза деп ойлайды. Бірақ ішек пен ми бір-бірімен үнемі байланыста жұмыс істейді.
Сондықтан адам қатты уайымдағанда немесе күйзеліске түскенде оның ішегінің жұмысы да өзгереді. Кей адамдарда стресстің іштің кебуін, іштің жайсыздығын немесе дәреттің өзгеруін күшейтеді. Бұл байланыс медицинада ми-ішек байланысы деп аталады. Сондықтан іш қатуды тек тамақпен байланыстыру дұрыс емес. Ұйқыңызды реттеңіз, күнделікті қозғалысты көбейтіңіз, күйзелісті азайтуға тырысыңыз. Мысалы, күн сайын таза ауада 20-30 минут жаяу жүріп қайту, тыныш демалу, ұйқыға бір уақытта жату сияқты қарапайым әдеттердің өзі күн тәртібін қалыптастыруға көмектеседі. Бірақ бір нәрсені есте сақтаңыз. Іш қатудың себебі тек стресс деген сөз дұрыс емес. Іш қатуға талшықтың аздығы, сұйықтықтың жеткіліксіздігі, қозғалыстың аздығы, кейбір дәрілер және басқа да аурулар себеп болуы мүмкін. Сондықтан ішекке де, миға да күтім керек. Егер видео сізге пайдалы болса, біздің арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Дендеріңізге саулық тілеймін.